Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге етті бәліштің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, және де жаңа видео шыққан өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізге керекті заттар: ұн, бөлме температурасындағы сары май, жұмыртқа және де айран. Ең алдымен ұнға бөлме температурасындағы сары майды қосып, крошки жасаймыз. Содан кейін кішкене шымшы тұз қосамыз. Жұмыртқа мен айранды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Бізде жұмсақ және де қолға жабыспайтын қамыр шығады. Дайын болған қамырымызды 15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына тартылған сиыр еті, картоп, пияз және де тұз бен бұрыш қажет. Тартылған сиыр етінің үстіне пиязды және де картошканы татымына қарай тұз бен бұрышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін тоңазытқыштан қамырымызды алып, оны екіге бөлеміз. Біреуін үлкен қылдырып, біреуін кішкентай қылдырып бөліп аламыз. Ең алдымен қамырдың үлкен бөлігін жайып алып, оны противенға салып орналастырамыз. Содан кейін ортасына салмасын салып, толық жайып шығамыз. Содан кейін қамырдың екінші кішкентай бөлігін жайып шығып, оны да орналастырамыз. Екінші бөлігін орналастырған соң, жан-жағын шеттерін түйіп шығамыз. Содан кейін жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығып, қалауларыңыз бойынша күнжіт себулеріңізге болады. Бәлішті қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Етті бәліш өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Наргиз. Келесі видеода кездескенше.